Ұйымдастыру пән мұғалімі, өздеріңіз білесіздер, ағайларыңыз Жүсіпәлі Нұржан ағайдың ұйымдастыруымен өткелі отыр. Зейін қойып, әдемілеп тыңдап, қазір кездесу барысында болатын үлкен әдемі әңгіменің барысында өздеріңді толғандырған, қызықтырған сұрақтарың болса, өткенде мен ескерткен болатынмын, соны жаңағы дауысты қосып, сұрақтарыңды қоя қойыңдар деген уақытта кезекпен қоясыңдар. Жарай ма? Келістік па, балалар? Балалар, естіп отырмыз ба? Ал онда бастауға рұқсат етіңіздер. Апай, естіп отырмыз. Ал сәлеметсіздер, қайырлы таң. Біздер және оқушылар бүгінгі онлайн кездесу Қазақстанға белгілі КМС шеберлігін үміткер Олжас Менғали ағаларыңызбен онлайн кездесу өткізгелі отырмыз. Ол кісі қазір сіздерге шахмат жөнінде кішкене ақпарат береді. Толыққанды сұрақтарыңыз болса, ары қарай сол сұрақты қоюға болады. Жақсылап мына кездесуді өткізейік. Енді кезекті шахматтан спорт шеберлігін үміткер, кәсіби бапкер, республикалық деңгейдегі төреші, ұлттық арбитр, мектептегі шахмат үйірмесінің республикалық жобасының ұстазы бізбен бірге Олжас Менғали ағаларына сөз береміз. Ал тыңдайық бәріміз. Сәлеметсіздер ме? Нөмірі 66 мектептің оқушылары. Менің атым Олжас Менғали. Мен қазір демонстрацияны өзгертейін. Өзімнің немді бастайын. Өзімді ең бірінші таныстырып кетейін. Қазақша шахмат каналының авторымын. Егерде мүмкіндіктеріңіз бар болса, шахматпен жалпы шұғылданатын ойларыңыз бар болса, осы каналдан көрсеңіздер болады. Біріншіден, қазақша шахматта 1000-ға жуық адам бар. Мына жерде топтамалар бар, өздеріңіздің деңгейлеріңізге сәйкес. Мысалы, ең танымал топтама бұл жерде неге байланысты? Бастапқы курс деп аталады. Бастапқы курс бұл жерде 160-қа жуық видео бар әртүрлі. Бірінші ең қарапайым нәрсе, мысалы шахмат, патша, уәзір, тура, піл, ат, сарбаз, шахмат тақтасымен танысу. Содан кейін әрбір ойыншының өзінің әрбір мысалы қасиетіне сәйкес барлық мәселелер осы жерде талқыланған. Көріңіздер, 164 видео бар. Егерде шахматты ақырындап үйренейін деген ойларыңыз бар болса, осы каналға бір қарап шықсаңыздар болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мен сіздерден сұрақ алдым. 36 сұрақ. Сол 36 сұрақты барынша бүгін жауап беруге тырысайын. Кеттік. Бірінші сұрақ. Шахматты қанша уақытта үйренуге болады? Бұл жердегі ең басты нәрседе айтатын жағдай. Шахматты үйрену үшін белгілі бір уақыт керек. Мысалы 200 партия. Мысалы сіздер деген 4-ші дәрежеге жету үшін кем дегенде 200 партия ойнап шығу керексіздер. 200 партия дегеніміз не? Мысалы орта есеппен бір сабақта сіздер деген 4 партия ойнайтын болсаңыздар, онда 50 сабақтың ішінде сіздер деген 4-ші дәрежені орындайсыздар. Содан кейін 3-ші дәрежені орындау үшін тағы да 200 партия керек. Солай, мысалы 200 партиядан қосылып, сіздер деген кәсіби деңгейлеріңізді көтеріле бересіз. Мысалы 204-ші дәреже, тағы 203-ші дәреже, тағы 200 партия, мысалы 2-ші дәреже, тағы 201-ші дәреже. Сонда, мысалы, бастауыш баламен және кәсіби деңгейі жоғары 1-ші дәреженің баласының айырмашылығы бар болғаны 800-ақ партия болады. Келесі сұрақ, шахматтың қандай пайдасы бар? Шахматтың пайдасы ең бірінші орында ол есте сақтау қабілеті. Егерде сіздер мысалы өзіңіздің есте сақтау қабілетіңіз нашар болатын болса, немесе дамымаған болатын болса, сіздер шахмат арқылы оны жақсылап тұрып дамытсаңыз болады. Неге? Себебі шахматта сіздер деген көптеген варианттар, көптеген позицияларды есте сақтауға тура келеді. Содан кейін қарсыластардың не ойнайтынын, мысалы барлық нәрселерге ең басты мәселе ол есте сақтау. Екінші мәселе ол логика. Логика дегеніміз не? Ол деген дұрыс ойлану. Сіздер деген салыстырмалы түрде қандай заттар керек екенін біліп отырасыздар. Осы екі нәрсеге ең бірінші көңіл аударуға болады. Шахматтың ең басты пайдасы сол. Содан кейін
шахматтың бір жақсы қасиеті ол сіздердің миыңызды дамытады. Сіздер бұл жағынан білу керексіздер, мысалы адамның миының сол жағы неге жауап береді? Тілге жауап береді, тіл орталығы, ал оң жағы мысалы ол деген ақпарат, фактілерге жауап береді. Осы екі қыртысты да дамытады. Сол жағында дамытады, мидың сол жағын, және оң жағында дамытатын осындай пайдасы бар. Келесі сұрақ, елімізде шахмат ойынымен атақты болып жатқан адамдар бар ма? Жалпы сіздерге айтарым, оңтүстік Қазақстан облысы немесе Шымкент қаласы талантты, дарынды балаларға өте бай өлкелердің бірі. Сіздерге белгілі Жансая Абдумалик, Жансая Абдумалик, Жансая Даниярқызы Абдумалик, ол әкесі Шымкент қаласының тұрғыны, қазір атасы сол Шымкент қаласында тұрады. Сол себепті оның әлемге әйгілі, қазіргі мысалы әлемдік деңгейде, мысалы рапид бойынша, блиц бойынша, стандарт бойынша әлемнің нөмірі бірінші қызы, әйел азаматы, нақтырақ айтсақ, ол Жансая Даниярқызы Абдумалик. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, Қазақстанның ең үздік ойыншысы Ринат Атоғалиұлы Жұмабаев, ол да Шымкент қаласында туылған деген ақпарат бар. Сол себепті сіздердің аумақтарыңызда өте бай, дарынды балалар және дарынды ойыншылар осы сіздердің аумақтарыңыздан болады. Тағы да айтуға болады, мысалы Динара Садуақасова, ол Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, және мысалы Бибисара Асаубаева, ол кезінде Тараз қаласында бастаған, содан кейін Алматыға көшті, Алматыдан кейін қазір Нұр-Сұлтан қаласында болды, соңғы Нұр-Сұлтан қаласынан кейін қазір Ақтау қаласына көшіп келді. Мен осындай дарынды, атақты болып жатқан нәрселер болады. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ. Шахмат ақыл ойды арттыруға бола ма дейді. Әрине, ақыл ойды арттыруға болады, себебі сіздер деген күнделікті еңбек етесіздер, және сіздің ақылыңыз біртіндеп дамиды. Көбінесе адамдарда бір сондай ой қалыптасады, бір күннің ішінде шебер болып кетем деген түсінік қалыптасады. Ол қате түсінік, ол ақырындап байыппенен, егер де сіздер деген күнделікті еңбек ететін болсаңыздар, сол кезде ғана ақылыңызға ақыл қосылады деген сияқты. Келесі сұрақ, шахмат қаншасыншы жылы пайда болды? Бұған байланысты көптеген аңыздар бар. Сол аңыздардың біреуін айтып берейін сіздер. Атақты өздеріңіз мектептегі шахмат жобасы аясында сіздер өтіп жатқан шығарсыздар. Бехман Шехар аңызы. Сол себепті нақты бір деректер жоқ, қашан, қай кезде шахмат деген пайда болған. Бірақ 2000 жыл бұрын ойлап табылған деген тұжырым бар. Бехман Шехар аңызына сәйкес атақты патша болған, сол патша өмірден жалығып, өзінің уәзірлерін шақырады. Уәзірлерін шақырғаннан кейін айтады, мені қызықтыратын, менің көңілімді көтеретін бір ойын ойлап табыңдар дейді. Сол ақырындап оның уәзірлері осындай әп-әдемі ойынды ойлап табады. Келесі. Қанша жастан бастап ойнап келесіз дейді. Мен шахматты 6 жасымнан бастап ойнаймын. 1990 жылы менің ағам, Марат деген ағам, шахмат тастарын, шахмат фигураларын мен үшін түсіндірді де, содан кейін мен деген ақырындап қызыға бастадым. Келесі, өзіңізді дамыту үшін бе, немесе қызық үшін осы іспен айналыстыңыз дейді. Жалпы сіздерге айтарым, шахматты кішкентай кезінде мен оны бір кәсіп болады деп, немесе осы салада бір маман болам деген менде ой болған жоқ. Мен бұл жай өзім үшін қызық нәрсе ретінде қабылдадым. Өйткені мен өзімнің мамандығым бойынша тарих факультетін бітірген едім. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетін бітірдім. Болашақта тарихшы болам деген ойым болған. Содан кейін мен мысалы өзім мемлекеттік қызметте 6 жыл еңбек еттім. 6 жыл мемлекеттік қызметте еңбек еттім де, содан кейін мемлекеттік қызметші болам деген ойым болды. Бірінші мысалы тарихшы болам деген ойым болса, содан кейін мемлекеттік қызметші болатын ойым болған. Бірақ ақырындап шахмат саласына қайтып келдім. Сол себепті бұл өзімді дамыту үшін емес, кішкентай кездегі өзім қызығып ойнаған ойындардың бірі. Кеттік. Келесі сұрақ. Шахмат ойынының өзгермейтін 3 ережесі. Сіздерге айтарым бірақ нәрсе. Шахматта қатып қалған дүние жоқ.
қатып қалған бір мызғымас, ешқашан жылжымайтын, өзгермейтін ешқандай ереже жоқ. Мысалы, кейбір жағдайларда бір ережелерді пайдалансаңыз, кейбір жағдайларда ол ережелер жұмыс істемейді. Сол себепті қатып қалған, өзгермейтін, мызғымайтын бір ережелер жоқ. Кеттік. Мына сұрақ қайталанып жатыр. Өзіңізді дамыту үшін деген. Бапкердің қандай жүлделері бар? Мен Алматы қаласының чемпионы болдым. 2002 жылы 18 жасқа дейінгі жастар арасында Алматы қаласының чемпионы болдым. 2005 жылы Қазақстан Республикасының студенттер арасындағы чемпионы болдым. Өйткені мен Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінде оқып жүріп, мен Қазақ ұлттық университетінің капитаны болдым. Өйткені сол құраманың капитаны болдым. Сонда 2005 жылы Астана қаласы ол кезде біз деген универсиададан ұтқан едік. Біздің Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы сондай нені ұтқан болатын. Сол кезде мен деген Қазақстан чемпионы болдым. Қанша жастан бастап ойнап келесіз? 6 жастан. Келесі, сізге шахмат неліктен ұнайды дейді. Жалпы шахмат неліктен ұнайды? Мен сіздерге айтарым, бастапқыда әрбір нәрсе ұнамайды. Ол бір ақырындап, сол мамандық болсын, сол мысалы сала болсын, сіздер таныса бастаған кезде ғана ол сіздер ұнай бастайды. Ол ондай түсінік жоқ, мысалы бірден ұнап кетті де, және өмір бақи ұнайды деген әңгіме жоқ. Кейбір кезде біз деген еңбек етеміз, қараймыз, ізденеміз, көптеген нәрселермен танысамыз, содан кейін біртіндеп, ақырындап сіздер деген ойынның қыр-сырын түсіне бастаған кезде ғана сіздер ақырындап нетесіздер, қызыға бастайсыздар деп жатқаным ғой. Шахмат адам үшін зияны бар ма дейді. Жалпы сіздерге айтарым, әрбір нәрсенің өзінің жақсылығы болады, және әрбір нәрсенің өзінің зияны болады, жамандығы болады. Біз жақсы дүниенің ішінде кейбір кезде жамандық көрмейміз, кейбір жаман нәрсенің ішінде жақсылық көрмейміз. Сол себепті қандай да нәрсені егер қуып кететін болсаңыздар, мысалы бір атала қуып кетіп, тек қана сол салада нетіп кетсеңіздер де, ол адамның ағзасына зиян болады. Сол себепті мен айтарым, әрбір сіздердің істеген салаларыңыз болсын, не болсын, оның жақсылығы да болады, оның жамандығы да болады. Сол себепті зияны бар деген түсінік бар. Мен сіздерге соны айтып кетейін дегенім. Келесі, бапкер мырза, осы шахмат ойыны сіз үшін қандай маңызы бар? Қандай маңызы бар? Ең бірінші, шахмат деген бұл ой өрісті дамытады, миыңызды дамытады. Өйткені сіздер деген миыңыздың арқасында, ақылыңыздың арқасында, біліміңіздің арқасында сіздер деген көптеген мәселелерді шеше аласыздар. Егер де сіздің миыңыз жақсы жұмыс істейтін болса, онда сіз деген алдыңызда тұрған қандай болса да мәселені емін-еркін шешуге тырысасыздар. Ешқандай бір сезімге, ештеңеге берілмей, емін-еркін өзіңіз шешуге мүмкіндік болады. Өйткені қандай мәселе болса да біз оны қолмен істейміз. Сол қолмен істеген нәрсені баспен шешуге мүмкіндігі бар. Кеттік. Келесі сұрақ. Шахмат ойынына шыдамдылық қажет. Әрине, шыдамдылық қажет. Өйткені көбінесе қазақтың жақсы сөзі бар, асықпаған арбамен қоян алады дейді. Сол себепті әрине шыдамдылық керек, әрине сабырлық керек. Неге? Өйткені жарыстар болады, сіздер жеңілесіздер, сіздер деген ұтыласыздар, әртүрлі жағдайлар болады. Әрине шыдамдылық бұл жерде өте қажет. Содан кейін енді ашу дұшпан дейді ғой, содан кейін ақыл дос, ақыл қос деген сөз бар ғой. Сол себепті шыдамдылық та, сабыр да сіздің өміріңізге өте қажет қасиеттердің бірі. Өйткені егер де шыдамдылық болмаса, төзімділік болмаса, сабырлық болмаса, сіздер деген қай салада жүрсеңіздер де, сіздер оны түбіне жете алмайсыздар. Өйткені қай салада, өйткені шахмат күрделі ойын болғандықтан кейін көп жылдарыңызды осыған жұмсау керек. Соңында ғана сіздер белгілі бір деңгейге көтерілесіздер. Сол деңгейге көтерілгеннен кейін ғана сіздер деген көп нәрсені түсінесіз. Ал біз мысалы тез арада байып кеткіміз келеді. Тез арада мысалы жағдайымыз жақсы болып кетсе, ол әрбір нәрсенің өзінің уақыты болады. Әрбір нәрсенің өзінің мерзімі болады. Сол мерзімге міндетті түрде шыдамдылық керек.
сабырлық керек, төзімділік керек. Егер де ол қасиеттер сіздердің бойларыңызда жоқ болатын болса, өкінішке орай сіздер деген үлкен жетістікке, үлкен бір жағдайға немесе танымалдыққа жетпейсіздер. Мысалы, сіздердің алдарыңызда осылай сөйлеп отыру үшін мен өзімнің 30 жыл өмірімді осыған сарп еткіздім. Өйткені мен деген шахматты зерттедім, зерделедім, қарадым және тек қана шахмат қана қуып кеткен жоқпын. Мысалға, өзім Қазақ ұлттық университетін аяқтадым, тарих факультетін. Содан кейін Орталық Азия университетінде заң факультетін аяқтадым. Содан кейін 6 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс істедім. Сол себепті адамға, әсіресе болашақтың адамына бір жерде бір нәрсеге қатып қалу немесе бір бағытта жұмыс істеу ол аздық етеді. Сіздер деген жан-жақты болу керексіздер. Сонда ғана сіздер осы қазіргі заманның нарығына сәйкес боласыздар. Егер де сіздер мысалы бір салада ғана кішкентай маман болатын болсаңыздар, егер де сіздің сол салаңыз жабылып қалатын болса, сіздер деген ертең қиналып қаласыздар. Сол себепті әртүрлі тарихты да, заңды да, мемлекеттік қызметті де, мысалы шахматты да бәрін алып жүруге тырысу керек. Сонда ғана сіздер деген мысалы мына еңбек нарығында өздеріңізді жақсы сезінесіздер. Келесі. Шахмат сөзінің мағынасы. Шахмат сөзінің мағынасы өте қарапайым. Шах дегеніміз патшаға шабуыл, ал мат дегеніміз патша жеңілді дегенді біледі. Шахмат ақылды қажет ете ме деген сөз. Әрине, ақылды қажет етеді, бірақ ақылмен қоса білім керек. Кәсіби түрде, егер де сіздер өздеріңіз еңбек ететін болсаңыздар, немесе кәсіби маманға жүгінетін болсаңыздар, онда сіздерге бұл көмектеседі. Өйткені ақыл әрине ең негізгі, бірақ сол ақылға тағы да қосымша білім қосылатын болса, ол нұр үстіне нұр болады. Келесі, шахматқа жылдамдық керек пе деген сұрақ бар. Әрине, жылдамдық керек, әсіресе блиц деген партиялар болады, 3 минуттен партиялар болады, 2 минуттен партиялар болады, 1 минуттық партиялар болады. Ол жерде әрине жылдамдық керек. Ал бірақ рапид, мысалы 25 минуттықте, ояқта жылдамдық аса қажет емес. Стандарт классикалық партияда ояқта жылдамдық қажет емес. Ойынның ең тез кезеңі бар, блиц деп аталады. Ол жерде ол қажет. Кеттік. Бапкер мырза, шахматта қулық, айла пайдалануға бола ма? Әрине болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл да барлық қалған ойындар сияқты. Мысалы, егер де сіздер басқа ойындарды білетін болсаңыздар, бұл жерде де қулықты да пайдаланады, бұл жерде де айланы да пайдаланады. Неге? Өйткені қулық және айла ең бірінші ақылдан болады. Егер де адам ақылды болатын болса, ол әртүрлі айланы, әртүрлі қулықты пайдалана алады. Кеттік. Шахмат ойыны сіз үшін не маңызы бар, мен түсіндірдім. Шахмат деген ең бірінші миды дамытады, ал ми болашақта сіздің алдыңызда бір мәселелер болады ғой, соларды шешу үшін көмектеседі. Сол себепті мен миымды дамытам. Егер де ертең алдында бір сұрақтар туындайтын болса, мен емін-еркін өзімнің миымның арқасында, ақылымның арқасында, білімімнің арқасында емін-еркін сол нелерді нетемін. Кеттік, арғарай. Шахматты барлық әлем ойнайды ма? Жоқ, шахматты барлық әлем ойнамайды. Қазіргі таңда 700 миллион адам шахмат ойнайды. Сонда біз 8 миллиардқа жақын жатырмыз. Сол себепті жақын арада бір 10%-дан кішкене сәл-сәл төмен. Мысалы, 10 адамның біреусі ғана шахматты ойнайды. Ал кәсіби деңгейде ойнайтындар одан да төмен. Келесі, шахмат қалай ойлап тапты? Енді бұл аңыз, нақты бір деректер, немесе бір қағаз бетіне түскен, нақты бір дерек, немесе ақпарат, тарихи оқиға деген сияқты онда жоқ. Әртүрлі аңыздар бар, мысалы, Бехман Шихар аңызы бар, әртүрлі аңыздар, сондай нәрселер бар. Сол себепті сіздерге ешкім айта алмайды. Мысалы, қадап, міне қағаз бетіне түсірілді, міне деректің авторы осындай, тағысын деген нәрселерді ешкім айта алмайды. Шахмат адамдардың сүйікті ойыны бола ала ма? Әрине, сүйікті ойыны бола алады, себебі біріншіден, ең басты айтамын, шахмат сіздерге ең бірінші миды дамыту үшін керек.
миды. Егер де сіздердің миыңыз дамитын болса, егер де сол мысалы мына сол қыртысы және оң қыртысы да дамитын болса, онда сіздер болашақта қай мамандықтың иегері болсаңыздар да емін еркін соны алып кетуге тырысасыздар. Егер де сіздер миыңызды уақытылы дер кезінде дамытпайтын болсаңыздар, онда өкінішке орай сіздер деген енді далада қаласыздар деп айтпай-ақ қояйын, бірақ өмірде кәдімгідей әжептәуір қиналасыздар. Өйткені уақыт өте, қазір мысалы жасанды интеллект деген нәрсе бар. Қазір көптеген мамандықтар жойылып бара жатыр. Неге жойылып бара жатыр? Өйткені ол қажет емес, оны робот жасайды. Робот жасайды. Егер де сіздер ойлайтын болсаңыздар, тек қана ол Қазақстанда ешқашан болмайды. Мысалы мен деген, ол деген Америкада, Европада деген бір түсінік болатын болса, ол қате түсінік. Шын мәнінде тез арада көптеген нәрселер, жасанды интеллект болсын, робот болсын, көптеген нәрсе біздің де мемлекетке келеді. Сол себепті бірақ қана мүмкіндік бар, біз өзіміздің интеллектімізді, өзіміздің миымызды дамытсақ, егер де белгілі бір деңгейде ұстап тұрсақ, сонда ғана еңбек нарығында өзіміздің нәпақамызды, өзіміздің ақшамызды, пұлымызды табуға мүмкіндігіміз болады. Ал егер де біз нарыққа өзіміздің мүмкіндігімізді, өзіміздің миымызды, өзіміздің ақылымызды, білімімізді көрсете алмайтын болсақ, біз нарықта өте төмен деңгейде боламыз. Көп нәрсе, көптеген мамандықтар қазір жойылып жатыр. Сол себепті мамандық таңдауда да өте мұқият болыңыздар. Кеттік. Шахматта қандай фигуралар бар? Ол патша 1, уәзір 2, тура 3, піл 4, ат 5. Бұл фигуралар болып саналады. Ал сарбазды фигура санатына, фигура қатарына қоспайды. Шахмат ойынның қандай чемпиондық дәрежелері бар? Шахмат ойыны ол деген әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар, және әлем чемпионы атағы бар. Содан кейін балалар арасындағы жарыстар бар, содан кейін ересектер арасындағы жарыстар бар, және зейнеткерлер немесе ардагерлер арасында ойнап жатыр. Мысалы, ардагерлердің бір ерекшелігі, шахматпен айналысатын адамдарда мына алжу мәселесі аз болады. Егер де сіздер деген тұрақты түрде шахматпен шұғылданатын болсаңыздар, өйткені сіздің миыңыздың екі жағы жұмыс істейді, соның арқасында алжу мәселесі немесе қиындау, енді қартайған, егде жастағы адамдар шалдығатын ауруларына сіздер деген аздау шалдығасыздар. Қазір, келесі шахматта чатқа көңіл аудар деп жатыр. Мен бұларға сосын жауап берейін. Қазір мен чатқа жауап бермей-ақ қойын. Бірінші мынаны бітіріп алайын. Мен қазір бірталай жерге келіп қалдым. Ары қарай. Қандай чемпиондық шахмат ойынның мақсаты неде? Шахмат ойынның мақсаты өте қарапайым. Сіздер деген қарсыластың патшасына шах қою керексіздер, шабуыл жасау керексіздер, және мат қою керексіздер. Патша жеңілу керек. Шахматтың тарихын енді мен сіздерге кішкене айтып бердім. Мысалы, Вильгельм Штайнисқа дейін, мысалы, шахматта әлем чемпиондар болған жоқ. Содан кейін Вильгельм Штайнистан бастап, қазіргі күнге дейін, Магнус Карлсенге дейін әжептәуір бірталай уақыт бар. Шахматтың отаны қай ел? Шахматтың отаны қай ел? Мен сіздерге айтарым, шахматтың отаны нақты айтылған жоқ. Көбінесе кейбір ақпарат бойынша, әрине, Үндістан деп атайды, кейбір ақпарат бойынша Парсы мемлекеті деп аталады. Шахмат ойыны миға қай жағынан әсер ете алады? Енді мен бұл туралы айтқан түсіндірген шығарым миға, өйткені ол сіздің екі жағыңызда не деді? Мына сол жақты да және оң жақты да әдемілеп тұр дамытады. Не себепті оның бір жағы әріптермен, ал енді бір жағы сандармен беріледі? Енді бұл сұраққа жауап іздеп көрдім, бірақ өкінішке орай мен жауап табылмады. Бірақ мен сізге айтарым, бұл латын тілінен келген әріптер A, B, C, D, E, F, G, H. Сол себепті сіздер білесіздер, кезінде латындардың үстемдігі жоғары болды, олардың өркениеті керемет дамыған болды. Мысалы, және латын тілі өте керемет тілдердің қатарына кіреді. Мысалы, мына әріптер A, B, C, D, E, F, G, H
бұл деген латын тілінен келген. Ал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бұл деген араб сандар болып есептелінеді. Сол себепті бұл жерде бұл ойынның әртүрлі халықтың өзінің қосқан бір үлесі бар деп ойлаймын. Шахмат ойындағы жолақтар нені білдіреді? Шахмат ойында 3 жолақ бар. Біріншісі тік жол, ол вертикаль деп аталады. Қиғаш жол, ол диагональ деп аталады, және көлденең жол, ол горизонталь деп аталады. Шахмат ойын неге олай аталған? Шахмат енді шах дегеніміз ол патша дегенді білдіреді. Кейбір ақпараттар бойынша сол себепті бұл патшалардың сүйіп ойнайтын ойындар болғандықтан кейін олар өздері солай атады деген сөз. Өйткені сіздер ұмытпаңыздар, әрбір кімнің қолында билік болатын болса, солар деген тарихты да, солар деген көптеген нәрселерді өздері жазады. Сол себепті оларға не ұнайды, олар соны жүзеге асырады. Сол себепті шахмат осылай аталды деп ойлаймын. Шахматтағы реттік ережелерді кім ойлап тапқан, және оларды өзгерте аламыз ба? Жалпы шахматта үнемі әртүрлі өзгерістер орын алады. Бұл деген бір қатып қалған нәрсе емес. Дәл қазіргі шахматтың нұсқасы немесе бөлігі бұл деген европалық нұсқасы. Европалық немесе айтсақ ағылшындық нұсқасы болды. Өйткені патша бұл жерде king деп аталады, уәзір ол queen, ханшайым деген сияқты, тура ол рук деген ол деген бекініс дегенді білдіреді, bishop деген епископ, діни қызметкер дегенді білдіреді, және knight ол деген рыцарь деген сөзді білдіреді, немесе батыр дегенге келтіреді, мысалы. Ал мынау pawn дейді, немесе сарбаз дейді. Сол себепті қазіргі нұсқасы бұл европалық нұсқасы. Бұл мысалы кезінде Үндістанда немесе Парсы мемлекетінде ойлап табылған кезде бұл басқаша болатын. Бұлардың атауы да басқаша болатын. Мысалы бұларды шахмат деп атамайтын, шатранж дейтін. Шатранж болатын. Бұның мысалы қазір біздің өзіміздің түркі тілдес мемлекеттерінде, әсіресе Түркияда, бұны шатранж деп әлі күнге дейін атайды. Бұны шахмат деп атамайды. Сол себепті мысалы мынандай жағдай. Бастапқыда мысалы мына уәзір queen, мысалы уәзір queen бір қадамнан жүретін. Бірақ испанның патшайымы айтады, неге мен деген патшайым бола тұра бірақ қадам ғана жүремін. Бірақ қадам жүремін. Сол себепті бұл ненің ойынның шартын өзгертіңдер дейді. Бұған кімнің? Мына тураның және пілдің мүмкіндігін береді. Сол себепті мен сіздерге айтарым, бұл ережелерді ақылдасып, бұлар деген шешеді. Шахмат ойын келесі сұрақ. Шахмат ойындағы шағын және үлкен пішінді ойыншылардың неге олай пайда болған айта аласыз ба дейді. Шахмат ойындағы шағын және үлкен пішінді. Енді бұл жерде сіздерге айтарым бірақ нәрсе. Бұл мысалы кезінде әлі күнге дейінде мысалы Европа, Американың үстемдігі жоғары болғандықтан кейін олар деген осы шахматтағы сәнді немесе шахматтағы бағыт бағдарлар олар айқындайды. Сол себепті олар ғана анықтайды. Мысалы бұл king, король болып есептеледі. Мысалы queen, королева. Оларда мысалы олардың түсінігі бойынша міндетті түрде король болу керек, оның қасында королевасы, queen'і болу керек деп отыр. Сондай нәрсемен түсіндіріледі. Немесе мынау бекініс, castle, немесе rook деп аталады. Немесе піл, ол мысалы bishop, епископ. Епископ дегеніміз не? Ол деген сіздер білу керексіздер, христиан дінінің екі тармағы болады. Бірінші тармағы ол православный деп аталады, екінші тармағы ол деген католик. Сол католиктердің ішіндегі діни қызметкерді, мысалы біздің имамдарды айтқандай, сол бишоп осылай болады. Содан кейін мысалы рыцарь, мысалы ат. Ат деген мысалы осындай жағдай болады. Міне осыны көрсеңіздер болады. Шахмат қай фигуралардың ерекше маңызы бар және неге? Шахматта қай фигуралардың ерекше маңызы бар? Барлық фигура маңызды. Бұл жерде ондай түсінік жоқ. Мысалы, патша маңызды, уәзір керек емес, уәзір маңызды, тура керек емес, тура маңызды, піл керек емес, піл маңызды, ат керек емес деген түсінік жоқ. Сол себепті мен сіздерге айтарым, бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Атақты шахматшы кім? Ол туралы айттым. Сіздердің аумақтарыңызда ол Жансай Әбдімәлік шықты, сіздердің аумақтарыңыздан Ринат Жұмабаев шықты. Енді қазіргі танымал адамдар ол Динара Садуақасова, содан кейін
Бибисара Саубаева. Енді кейінгі ұрпақтан есептесек, ол Дәрмен Садуақасов, Мұртас Қажғалиев, Евгений Юрьевич Владимиров бар, Ануар Исмагамбетов, әртүрлі осындай шахматшылар бар. Шахматта ең бірінші жүзістер не деп аталады? Шахматта ең бірінші жүзістер ол дебют деп аталады. Ойынның басы, дебют деген сөз, сіздер білесіздер, ол қандай да нәрсенің бастамасы дегенді білдіреді. Шахматтағы ең мықты тас және осал тас. Біріншіден сіздерге айтарым, шахматта ең мықты да, ең осал деген нәрсе жоқ. Мен сіздерге айтарым ғой, баяндаманың басында айтқандай, шахматта ондай түсінік жоқ. Әрбір ойыншының өзінің жақсылығы болады, әрбір ойыншының өзінің жамандығы болады. Әрбір ойыншы бір кезде осал болады, бір кезде мықты болады. Мысалы, патша ойынның басында осал болады, ал ойынның соңында мықты болады. Сол себепті сарбаз ойынның басында осал болады, ал ойынның соңында мықты болады. Сол себепті мен сіздерге айтарым, ондай қатып қалған нәрсе жоқ. Сіздер ондай нәрседен өзіңіздің бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыздар. Мынау мықты, мынау осал деген жоқ. Кейбір адамдар уәзірге тым ерекше бір қасиет береді. Бұл да қатардағы жауынгер. Бұл ойында тек қана бірақ нәрсе маңызды, ол патша. Патша ғана ең маңызды. Қалғандардың барлығы, қалғандарының деңгейінің бәрі бірдей. Бірақ әрбіреуінің өзінің қасиеті бар. Сол қасиетіне сәйкес, өзінің ыңғайына сәйкес пайдаланатын болсаңыздар, онда емін-еркін оның жақсылығын көресіздер, жамандығын көрмейсіздер. Ал егер де оның қасиетіне, ыңғайына сәйкес жасамайтын болсаңыздар, онда ол қиналады. Ол нені білдіреді? Мысалы, кейбір балалар сөзге жақын болады. Оларда мысалы гуманитарлық мамандыққа жақсы болады. Кейбір адамдар есепке жақсы болады. Ол есепке жақсы, есепке салу керек. Айтады ғой, әрбір адамның қабілетіне қарау керек. Әрбір адамның өзінің туа біткен қасиеттеріне қарау. Соның арқасында, егер де сіз соған сол бағытта жұмыс істейтін болсаңыздар, емін-еркін баланың жақсылығын аласыздар, ең мықты жерлерін аласыздар. Ал егер де сіздер деген, мысалы, балыққа сен өрмеле деп айтсаң, ал мысалы маймылға сен судың астында жүз деп айтатын болсаң, онда сіздер не маймылдан да, не балықтан да ешқандай жақсылық көрмейсіздер. Сол шахматшы қанша елдерге барды дейді. Бұл жерге мен сіздерге айтарым, бізде мен деген екі адамға өтініш білдірдім. Динара Садуақасоваға және Жансая Әбдімәлікқа сұрақ көрдім. Динара Садуақасова 50-ден астам мемлекетке ел аралапты, ал Жансая 46 мемлекетті аралап шыққан екен. Әлемде және Қазақстан елімізде ең мықты шахматшылар кімдер дегенмен мен сіздерге ол туралы айттым. Жансая Әбдімәлік, Динара Садуақасова, Бибисара Саубаева деген сияқты біздің қыздарымыз мықты. Ал өкінішке орай ұлдарымыз біздің қазір әлсіздеу болып тұр. Жеңісі мен жеңілісі туралы айтып беріңізші дейді. Және мен сіздерге енді бұған байланысты сіздерге партия көрсетуге тырысайын. Мынандай партия бар, Жансая Әбдімәлік және Хоу Ифань. Хоу Ифань деген әлемнің ең үздік ойыншылары. Шаршаған жоқсыздар ма? Жоқ. Қызық болып жатыр. Құрметті 66 шаршаған жоқсыздар. Жарайды, онда мен сіздерге келесі сұраққа жауап берейін. Жеңісі мен жеңілісі туралы айтып беріңізші. Мен бірінші жеңісін көрсетейін, содан кейін оның жеңілісін де көрсетуге тырысайын. Кеттік. Хоу Ифань деген сөз, ол әлемнің ең үздік шахматшысы. Ең үздік, әйелдер арасындағы ең үздік шахматшысын Жансая Әбдімәлік ұтады. Соны бір қарап шықсаңыздар болады. Кеттік. Бастайық. И4, сарбазды негізгі орталыққа қойды. С5, Сицилиан қорғанысы. Нақтап көрсеңіздер болады. Sicilian defense, Scheveningen, Keres attack дейді. Бұл нені білдіреді? Сицилиан қорғанысы, Scheveningen варианты. Scheveningen вариантының ішінде Пауль Керес атындағы шабуыл. Ат F3, атымызды негізгі орталыққа жақынырақ орналастырдық. D6 және орталықты қопарамыз. D4. Сізде ат D4 өзіміздің атымызды негізгі орталыққа қойдық. Ат F6, ат C3.
A6, H3. Міне осы жүрістен бастап керіс шабуылы басталады. E6, G4. Бұл жерде атақты Вильгельм Штайництің ережесі бар. Егер де орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта, патша қанатында немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасаңыздар болады. Мынау оң қанат деп есептелінеді, немесе патша қанаты, ал мынау уәзір қанаты деп аталады. Сол себепті мына жерде емін-еркін шабуыл жасаңыздар болады. B5 бұлар да сіздерден қалыспайды. Піл G2, піл B7, A3. Әрине, мына іс-әрекеттен қорғанудың амалы өткені мына I4-тегі сарбазды жеккетуге тырысады. At D7, B3, піл B2, патшамыз сарайға кіргізді. Жедік. Енді бұл жерде мына уәзір өте керемет орналасқан орталықта және көптеген мүмкіндіктері бар. H5, жедік және A4. Тағы да бір рет Вильгельм Штайнистің ережесін жүзеге асырып жатырмыз. Егер де орталық тұрақты болатын болса, емін-еркін сіздер деген оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасасаңыздар болады. Жедік, ат A4, G5, C4 орталықты бақылауда ұстау керекпіз, себебі қарсылас егерде D5 деген мүмкіндіктері бар болатын болса. At F6, тура I1. Бұл жерде айта кететін жағдай, атақты Зигберт Тарраш деген неміс шахматшысы болған. Соның айтуы бойынша ауыр фигуралардың қатарына тура кіреді және уәзір кіреді. Мүмкіндік бар болса, артынан шабуыл жасаған ұнатады. Шабуыл жасаған кезде де, қорғанған кезде осындай жағдайлар болады. I5, D3, ат H5. Дәл қазір Хоу Ифань мына жерге кіріп, біріншіден біздің пілімізге, екіншіден мына уәзірге шабуыл жасағысы келіп тұр. Біз C1, мынаны бақылауға аламыз. Мына торды G6, патша H2. Ең басты нәрсе бұл жерде байлау әдісінен құтылу. Піл I7, піл F3. Мына шетте тұрған аттың қал жағдайын білуге тырысады. F4, жедік және G1. Мына тура өте қауіпті, сол себепті осы тураның көзін жоюға тырысып жатыр. Жедік және at F6, I5. Байқасаңыздар, қаралар өзінің патшасын сарайға кіргізген жоқ. Сол себепті біз орталықты ашуға тырысу керекпіз. Егер орталықты ашатын болсақ, тез арада осы патшаның қал жағдайын білеміз. Піл I5, піл B7. Көрдіңіздер ме? Ел аман жұрт тынышта, Хоу Ифань өзінің пілінен айырылып қалды. Шах. Бұл әдістің аты ашық шабуыл. Бұлай жүреді, патша H1, уәзір H4 және уәзір F3. Сіздер деген мына H3-тегі сарбазды бақылауда ұстап тұрсыздар, ешқандай қиындығы жоқ, және B7-дегі пілмен де байланысыңыз бар. B8, G4, C6, патша G2, уәзір F5. Енді арғарай аса қызық емес, өткені бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Міне, осымен Хоу Ифань жеңілді. Өткені біріншіден уақыты да мүмкін аяқталып қалған шығар, бірақ осындай жағдай болды. Міне, жеңісі көрдіңіз бе? Әлемнің нөмірі бірінші ойыншысы Хоу Ифань. Бұл деген Қытайдың атақты шахматшыларының бірі. Енді Жансаяның жеңілісін көрсетейік. Нана Дзагнидзе деген атақты Джорджия дейді, Грузия мемлекетінің азаматшасы, соның партиясымен көрейік. D4, at F6, at F3, G6, піл F4. Көрсеңіздер, мына жерде жазылып тұр. Torre, London and Collie System дейді. Бұл нені білдіреді? Патша уәзірі сарбаздардың арасындағы Torre варианты және Лондон жүйесі немесе Collie жүйесі деп аталады. G7, I3. C5, C3. Уәзір B6. Біріншіден, бұл жерде B2-дегі торға қысым көрсетіліп жатыр және негізгі орталыққа да қысым көрсетіліп жатыр. Уәзір B3, патшаны сарайға кіргізді. D2, D5, I2, A5. A4, AC6, H3. H6, патшаны сарайға кіргізді. CD7.
Бұл жерде не айтуға болады? Орталықта Жансаяның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Орталықта ешқандай тірлігі жоқ. Ол біріншіден. Екіншіден, уәзір қапталындағыда ойыны тұралап қалды. Ж5. Көрдіңіздер ме? Мынау ыңғайсыз жүріс, болашақта бұның зардабы болады деген ойдамын. H2, A6, D3. Бұлай I1. Көрдіңіздер ме? Тураның бір ерекшелігі бар. Ауыр фигуралар ашық немесе жартылай ашық жолдарды ерекше ұнатады. F4, B1, H4. Көрдіңіздер ме? Енді мына аттың мына тірегін шайқайын деп жатыр ақырындап. H4-пен. Бұлай, көрдіңіз бе? Өте қазір нашар сарбаздардың қатарына өріп көт. Көрдіңіз бе? Содан кейін бір ерекшелігі мына пілдің де, мына тураның да іске қосылмағанында қабырғасына батып жатты деген сөз. Содан кейін тағы бір айта кететін жағдай, мына ақторлардың да осалдығы қазір болашақта білінеді деген сөз. Жедік. Уәзір C2. Көрдіңіз ме? Дайындалдық, батареяны құрдық. Және Жансая көптеген тірліктерді ұмытып кеткен сияқты. Мына пілді де, мына туранын да шығаруға, және мына ақ торларды жіберіп алды. B6, жедік, және H4. Бұл жерде асықпайды, қазір ақырындап өзінің атын да көмекке шақырып жатыр. Кеттік. Бұлай, шах, F3, көрдіңіз бе? Наны Дзагнидзе көріп тұр. Ешқайқа асығудың қажет жоқ, мынаның бәрі ұйықтап жатыр. Қазір біз тез арада қара патшаның жағдайы қиындайды. Бұлай кірдік. Бұлай ат I5 негізгі орталыққа қойды. Жансая енді ғана мына пілді іске қосып жатыр. Бұлай G6, шах, және тураны қосты. Қазір осымен ойын аяқталады. Егер де мынандай жүрістен ешқандай қорғаныс жоқ. Міне осындай жеңілісі бар. Сонымен, құрметті нелер, 60-шы мектептің оқушылары, енді сіздердің чаттарыңызды қарайық та көрейік. Жарайсыңдар, Олжас Менғали ағайлар сөйлеп болған соң, рұқсатпен сұрақ қойсаңыздар болады. Жарайды. Қазір көрейік. Қандай сұрақтарыңыз бар екен? Шахматтағы сіз үшін ең қай фигура ең маңызды? Енді патша ең маңызды фигура. Өйткені патша жоқ болатын болса, ойынның ешқандай маңызы болмайды. Шахматтағы сіз үшін ең маңызды патша. Осы жерде қуаныш сияқты сұрақ қоя берсеңіздер болады. Шахмат сізге несімен қызық? Енді ол ең бірінші мына миды дамытады. Қалған маған ол нәрсе, ол құрал, естеріңізде болсын. Қандай да нәрсе болатын болса, ол құрал ретінде қабылданады. Ол мысалы балға сияқты, ол мысалы басқа да отвертка сияқты, әртүрлі нәрсе сияқты, ол тек қана құрал, сіздің миыңызды дамытатын. Шахматтағы жүретін фишкалар қандай мағына береді? Ол туралы мен сіздерге айтқан шығармын. Патша, уәзір, тура, содан кейін піл, содан кейін ат. Мен сіздерге жаңа айттым, патша ол король, King. Уәзір деген ол деген queen, королева, тура дегеніміз ол бекініс, немесе крепость деп аталады. Содан кейін піл ол деген bishop деген сөз, ол ағылшын тіліндегі айтып атқаным ғой. Ол деген католиктердің ішіндегі діни қызметкердің лауазымды тұлғасы. Және ат ол рыцарь. Рыцарь деген ол бір атақты біздің батырлар сияқты. Кеттік фишкалар дейді ма? Жоқ, фишка емес, фигуралар деп аталады. Фишка емес, фишка ол басқа. Фишка ол деген казинода айтатын сөз ғой, фишка деп аталады. Шахматтың әлемдік деңгейі бар ма? Жоқ, әрине бар. Бізде рейтинг бар. Ол рейтинг FIDE дегенде көрсеңіздер болады. Жансая бірінші орында 20 жасқа дейінгі қыздар арасында стандарт бойынша да, рапид бойынша да, классика бойынша да бірінші орында, және блиц бойынша да. Шахмат спорт турнирі өтеді. Әрине спорт турнирі өтеді, өткені әлем чемпионаты өтеді, Азия чемпионаты өтеді, Қазақстан чемпионаты өтеді, қала чемпионаты, аудан чемпионаты бәрі өтеді. Шахмат оңай ойын ба? Жоқ. Оңай ойын деп айта алмаймын, себебі бұған қандай да сала болса да, оған 10 000 сағат керек. Естеріңізде болсын. Белгілі бір саланы игеру үшін, кәсіби деңгейге көтерілу үшін, әлемдік деңгейдегі
маман болу үшін сіздер деген өміріңіздің 10.000 сағатын соған жұмсау керексіздер. Мысалы, сіздер деген қазір орта есеппен 10 жаста болатын болсаңыздар, келесі 10 жылыңызды бір салаға жұмсайсыздар. Ол шахмат болуы мүмкін, ол басқа да салалар болуы мүмкін. Бірақ 10.000 сағат. Шеберліктің ешқандай қысқа жолы жоқ. Егер де сіз ойлайтын болсаңыздар, мен шебер болу үшін бір қысқа жолды, бір төте жол тауып деп өтіп кетемін деп ойласаңыздар, ол қателесесіздер. Шеберліктің, тағы да ескертемін, ешқандай қысқа жол жоқ. Сосын жауап береді. Шахмат қалай пайда болды және кім ойлап тапты? Ол туралы мен айттым. Шахмат дамыған ең бірінші қала, ол туралы нақты деректер жоқ. Шахмат отанын білесіз бе? Жоқ. Шахмат отанын мен білмеймін, өйткені әртүрлі ақпарат бар. Бір жерде Үндістан дейді, бір жерде оны парсы мемлекеттердің бірі дейді. Түсінікті. Сонымен тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сіз мектепте осындай қосымша ашылған ба? Ол туралы мен білмеймін, ол Нұржан Өсербайұлынан сұраңыз. Біздің мектепте шахмат үйірмесі ашылған, үйірме жұмыс есебінде аптасына 2 сағат өтіп жатырмыз. Қазір қосымша онлайн болған соң тағы да беріп жатырмын. Егер қабыл алсам десеңіз, менің номерімді айта кетейін: 705-185-1035. Болмаса сынып жетекшілері арқылы да шыға берсеңіз болады. Қазір осы саланы барынша жақсы дамытып жатырмыз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Шаршаған жастар ма? Сұрақтарың бар ма? Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен сіздерге тағы да партия көрсетейін. Сіздерге бір пайдалы нәрсе көрсетейін деп атқаным ғой. Әлі уақытымыз бар, сол себепті сіздерге тағы бір партия көрсетуге тырысайын. Жарай ма? Қарсы емессіздер ма? Жоқ. Жарайды, онда мен сіздерге тағы бір партия көрсетейін. Сонымен атақты партия кімнің арасында? Пол Морфи, мысалы мынаны көресіздер ғой, Пол Морфи және оған қарсы герцог Брауншвейгский және граф Изуар. 2 адам қатысады. Бұл партия Париж қаласында болады. Париж қаласында Гранд Опера деген театр бар. Сол театрда атақты Джакомо Пучинидің қойылымы болады, Севильский цирюльник деген. Севиль шаштаразы. Егер де мүмкіндігіңіздеріңіз болса, болашақта Алматыға келсеңіздер, біздің Абай атындағы опера және балет театрында Севиль шаштаразы деген қойылымға келсеңіздер, осы партияны есіңізге түсіресіздер. Сонда Гранд Операда бұл мәселеде олар Пол Морфимен ойнайды. Біреусі граф, біреусі герцог. Енді сіздер тарихтан білесіздер деген ойлаймын. Ол деген ақсүйектердің атақтары. Ақсүйектердің атақтары да және 2 ақсүйек біздің неге қарсы болады. Содан кейін тағы бір ерекшелігі шахматтың ағылшын тілін білуге тырысасыздар. Мысалы, және өткені көптеген нәрселерді түсінуге мүмкіндік бар. Егер де сіз шахматтың тілін білетін болсаңыздар, ағылшын тілінде ақырындап осылай игересіздер. E4 сарбаз негізгі орталыққа қойды, E5, AT3, D6. Алдымызда Франсуа Андре Даникан Филидор атындағы қорғаныс D6 деген жүрістен басталады. D4 орталықты қопарады, піл G4, піл G4. Піл G4-тің бір ерекшелігі, бұл әдістің аты байлау әдісі болып табылады. Сол себепті ақтар бұл байлау әдісінен құтылу үшін DE деп жүреді. Піл F3. Енді бізде 2 мүмкіндік бар. Біріншіден уәзірмен жүруге мүмкіндік бар, екінші сарбазбен жүруге мүмкіндік бар. Сол себепті біз деген бұл жерде уәзірмен жейміз. Неге? Өйткені сарбаздардың қатарын бұзбауға тырысу керек. Өйткені сарбаздар бірге болғанды ұнатады, бөлек жүргенді ұнатпайды. Енді жақсы сөз бар ғой, бөлінгенді бөрі жейді. DE. Енді біз деген қарсыласқа көрсетеміз. Қарсылас деген өзінің пілін босқадан босқа айырбастады. Сол себепті біз оны енді нетуге тырысайық. Піл C4. Піл C4. Біріншіден біз деген мына F7-дегі және торға шабуыл жасау. Баламат дейді бұны, және ақымақ маттардың
қатарына жатады. Ат F6 қорғанат және уәзір B3. Уәзір B3 деген сөз бұл батарея. Батарея дегеніміз не? Піл ойыншы алдында болады, ал уәзір артында болады. Немесе уәзір алдында болады, ал піл артында болады. Біріншіден біз деген қос соққы әдісін пайдаланып тұрмыз. F7-дегі торға шабуыл жасадық және B7-дегі торға шабуыл жасадық. Әрине, қаралар деген патшаның қасындағы сарбазды қорғайды. Уәзір I7. Ат C3 негізгі орталыққа қойдық, C6 және піл G5. Біз байлау әдісін пайдаланып тұрмыз. Және байқасаңыздар, мына ойыншылар ұйықтап жатыр, мына ұйықтап жатыр. Кім мынау сурет салып жатқан? B5. Әне бұл деген дұрыс емес қасиеттердің бірі, өйткені шахматта 3 ереже бар. Мысалы, бастапқыда ойнаған кезде. Біріншіден, өзіңіздің сарбазыңызды негізгі орталыққа қойыңыз, ойыншыларыңызды негізгі орталыққа жақынырақ орналастырыңыз, содан кейін патшаңыз сарайға кіргізіңіз деген не бар. Сол себепті біріншіден мына ат ұйықтап жатыр, мына тура ұйықтап жатыр, піл және мына турада ұйықтап жатыр. Ең бастысы мына пілге уәзір деген кедергі жасап тұр. Ат B5, жедік шах, патша D7, ат D7. Енді біз өзіміздің патшамызды сарайға кіргіземіз. Біріншіден өзіміздің патшамызды сарайға кіргіздік. Екіншіден мына D7-дегі атқа шабуыл жасадық. Ол D8-ге мүмкіндік жүрді. Енді біз деген қараймыз. 1, 2, 3, 4. Бізде 1, 2, 3, 4. Егерде 4 шабуылшы болатын болса, және 4 не болатын болса, қорғаушы болатын болса, онда сіздер деген білесіздер, ойын тең болады. Сол себепті шабуылшылар көбірек болу керек, ал қорғанушылар аздау болу керек. Сол себепті тура D7 және D1. Енді біздің құнымыз біреу, қараңыздар, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ал қарсыласта бар болғанда 3 қорғаушы болады. Уәзір I6 жүреді, шах, уәзір B8 шах. Местерге айтатын нәрсе, ауыр фигуралар оң жақтан және сол жақтан артынан шабуыл жасаған ұнатады. Ат B8 және тура D8 мат. Көрдіңіздер ме? Не себепті қаралар жеңілді деген сұрақ туындайды. Біріншіден, олар деген өздерінің ойыншыларын іске қосқан жоқ. Екінші мәселе, олар деген патшасын сарайға кіргізген жоқ. Ал шахматта, мысалы, егерде сіз белгілі бір ережелерді бұзатын болсаңыздар, міндетті түрде сізге қатысты шара қолданылады. Міне осындай жағдайлар. Сол себепті патшаңызды, сарбазыңызды негізгі орталыққа қойыңыз, ойыншыларыңызды негізгі орталыққа қойыңыз және патшаңызды сарайға кіргізуге тырысыңыздар. Міне осындай партия. Рахмет, Олжас. Бір мықты ойыншым бірі, өте талапты. Сол Ержан Вегарс бір сұрақ қойсам дейді. Қызық болып жатыр екен, соған бір жауап берсеңіз, содан кейін аяқтасақ болады. Жарайды, айта беріңіз. Вегарс, қосылдың ба? Дауыс. Микрофоныңды қос, Вегарс. Так, Вегарс сөйлей бер. Вегарс, тыңдап тұрмыз. Дауысы шықпай жатыр ма? Так, олай болса мен оқып берейін, Вегарстың сұрағын Олжас. Жарайды. Жазып жіберген екен қазір. Так, шахмат ойындағы ең ұзақ ойын өткізген адамдарды білесіз бе дейді? Ең ұзақ. Бір күн, екі күн деген сияқты бұрын болған ғой. Енді былай ғой, қараңыз, ең ұзақ партиялар көп. Неге көп? Өткені көбінесе олар бастауыштардың арасында болады. Олар деген босқадан босқа партияның ішінде жүре береді. Мысалы, бір жүрістерді қайталай береді. Олар деген 120 да, 130 да, 140 да жүріс жасайды да, ол деген партия созыла береді. Сол себепті көбінесе ол кездесетін жағдай ол бастауыштардың арасында болады. Бірақ нақты Гиннес рекордында бар ақпаратты мен білмеймін. Бірақ мен көретін нәрсем әсіресе бастауыштарда болады. Өйткені кәсіби ойыншылар 60-70 жүрістің ішінде кім мықты, кім осал екенін анықтап алады. Ал басым бөлігінде. Бірақ бастауыштар олар көп ойнай береді орда. Сағаттап, бір жүрістерді қайталап, позиция ешқашан өзгермейді, бірақ жүрістер жасай береді. Міне сол себепті бастауыштарда ең көп осындай жағдайлар болады. Андасында болады, мысалы, Магнус Карлсен бір рет
6-7 сағат ойнады. Бір қарсыласты жеңу үшін 100 бәленбай жүріс жасады. Әйтеуір соңында жеңді. Ондай да болады мысалы. Бірақ ол деген кәдімгідей бір әжептәуір шыдамдылықты, сабырлықты қажет етеді. Балдар, енді басқа сұрақтарың бар ма тағы да? Естіп отырғанша дейді. Олай болса, ол жасқан кездесудің соңында бір балаларға қызықты шахматтың бір жақсы жағын, пайдасы жағында осындай қандай мидың дамыту жөнінде кішкене бір сіздің бір жалынды сөзіңіз болса? Сіздерге айтарым бірақ нәрсе. Бірақ нәрсе, мен сіздерге айтам, неге? Ең бастысы мына миды дамытыңыздар. Ол шахмат болуы мүмкін. Ол басқа да сала болуы мүмкін. Сол себепті мен сіздерге шахматшы болғаннан кейін шахматты мақтаймын. Бірақ мен сіздерге айтарым бірақ нәрсе. Сіздер өздеріңіздің миларыңызды дамыту керексіздер. Сол миды дамыту арқылы болашақта қандай да болса салада сіздер деген жетістікке жете алатын боласыздар. Егер де сіздер қазір бастайтын болсаңыздар, 10 жылдан кейін әлемдік деңгейдегі маманға айналуға мүмкіндіктеріңіз бар болады. Ал егер де сіздер деген қазір өздеріңіздің уақытыңызды жіберіп қоятын болсаңыздар, басқа біреу сол саланы алып кетуі мүмкін. Сол себепті айтарым, шахмат арқылы өздеріңіздің миыңызды дамытыңыздар. Басқа сала болса да өзіңіздің миыңызды дамытыңыздар. Көп оқу керек. Өкінішке орай, қазіргі өзімнің шәкірттерім TikTok, отыратын нәрсесі TikTok. Сағаттап TikTokта отырады. Сағаттап лайкида отырады. Сағаттап олар деген Instagramда отырады. Сол себепті олар деген өкінішке орай белгілі бір мамандықты, немесе белгілі бір саланы игеруге өздерінің алтын уақытын жұмсамайды. Әрине, мен оны түсінемін. TikTok бағдарламасында, лайки бағдарламасында, Instagram бағдарламасында оларда арнайы ғылыми мамандар отыр. Олардың ең басты мәселесі неде? Сіздерді қызықтыру. Олар қызықтырып, сіздерді сол қосымшаға байлап қою болады. Бірақ мен сіздерге айтарым, сіздер деген қай сала болсын, шахмат болсын, басқа саласын, өзіңіздің миыңызды дамытыңыздар. Егер де миыңыз мықты болатын болса, ақылыңыз көп болатын болса, біліміңіз көп болатын болса, қандай сала болсын, қандай мамандық болсын, сіздер алып кетесіздер. Шахмат сізде құрал ретінде, дамыту құрал ретінде сіздерге көмектесуі мүмкін. Рахмет, Олжас үлкен. Ал жақсы, рахмет. Олжас мен Ғали аға көп мәлімет берді, балалар бізге. Өте қызықты, көп мәлімет. Біз көбіне шахмат дегенде енді ішімізде шахмат үйірмесіне қатысатын балаларымыз отыр. Олар үшін өте қызықты болған болар, бірақ бізде біршама мәлімет алдық. Бізбенен бірге болғаныңызға үлкен рахметімізді айтамыз. Балалар енді ойланады деп ойлаймын, алдағы уақытта жаңа көп білдіңіздер ғой, денсаулыққа пайдасы, миды дамытуда пайдасы. Әрине, мынау өмірімізде әртүрлі сала бар, жаңағы Олжас аға айтқандай, бірақ бұл шахмат саласының пайдасы туралы өздеріңіз сұрақ қойдыңыздар, балалар. Сол туралы біраз мәлімет алдық деп ойлаймын. Алдағы уақытта міне Нұржан ағай жаңа бір оқушымыз сұрады ғой, үйірме бар ма деп. Бізде үйірме сағаты берілген, бастауыш сыныптардан бастап Нұржан ағай алып келе жатыр. Қатысуға болады, барлықтарыңыздың келулеріңізге хабарласуларыңызға болады. Қазір келуге болмайды, мына жағдайға байланысты. Сынып жетекші арқылы байланысыңыздар. Ол сынып жетекші маған айтады, мен Нұржан ағайға жеткізіп аламын, қызығушылық танытқан жағдайда. Ал құрметті Олжас мен Ғалиұлы, сізбен бұл бір кездесуде жаңағы біздің ішімізде ойымызда қалған көп қызықтыратын сұрақтарымыз көп. Әлі де жаңағы өзіңіз айтқан YouTube арнасынан білдік біз енді сол сайттар, сол парақшалардан өзіңізбен әлі де ары қарай жалғасын тауып қарайтын болады. Балаларымыз алдағы уақытта кездесулер ұйымдастырамыз деп сендіргім келеді. Балаларымыз қызығып, осы іспен айналысады, спорт түрімен деген үлкен сеніммен алғысымызды білдіреміз. Бізге уақыт бөлген көптен көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет балалар. Сау болыңыздар. Берулеріңе болады. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай.